Сәлем, аман есен тұрдыңыздар. Бағана осы тойында ашсам, әлгі Ерсайдың бір бауыры бар ғой, сүп-сүйкімді бір бауыры. Сол сөйлеп қойыпты да, міне бір ағалар осындай Ерсайға тиіс еткесіндер. Тек сіздерден өтінерім, бұдан күн үйтпесеңіздер, әйтпесеңіздер, дұрыс қой. Сон мен бірдеңені өзім ойлап қалдым да, тұрып мен де алдыңғы жол бір кикілжің болып қалды ғой, енді ол кезде мындай болып қалды да, әлгі бір тойында ашқасам, әлгі жігітті бір мына дене жуатын сұйықтық таныстырып жатыпты. Бізде осы атақты мынаған алдына мынаның алды 35-тен бір килосын беріп шыққан мына сиядан мен мынаның алдына тек ештеме өтпейді ғой, міне бір килосын. Мынаны елдер міне біреу Османыкі, біреу сиядандікі. Тойында қанша сатып жатыр, мынаны 89 сатып жатыр. Осыны мен осындай беріп жатырмын. Және сондай сөз айтпадық қой енді. Ой, мына қатынның иісі соны жуып, мен соған айтып құшақтап айтып битем деп бір сөз айтты. Содан әлгі екеуі арақта бір-екі сүйісіп жерді. Содан әлгі менің жыным ұстады. Енді ол халық қан көтерген сондай бір керемет қой. Mesela Ерсай істеген істі қайсың істей алдың? Біз істедік па? Соған енді сондай жақсы көріп жатқан керемет қызымыз бекер басқа бір ана 4 тал жын егін астында салып жатқан тек ана жігітті бір тек қошымда келген жоқ. Соны сүйгенін кейін мен жыным ұстап әлгі арсыз деп боқтадым ашуым келіп. Енді аналар өйтіп ойлапты. Содан бері өздеріңіз байқадыңыздар ма? Сол қылықтан қымайтын болды ғой. Мен әне күн бір жібоғып отыр екен, сүйісті десе сүйісті дейсіңдер, жоқ болса жоқ деп сұрадыңдар. Сүйіскен соң жалғыз жатқыз қойдым әне деп сөйтті ғой, естіген шығарсыздар. Енді сол айтпақшы, осы тойын деген шынын айтқан кезде әзір үлкеніміз де көреміз, кішіміз де бәріміз ғой. Мысалы балалар, әдетте осы балалар біздің семьямыздағы ең маңызды адам. Сіз мейлі ақша табыңыз, күйеуіңіз екеуіңіздің махаббатыңыз қалай болсын, сіз қалай болыңыз. Егер өмірге сіз, мысалы күйеуіңіз бір бұзылып кетті дейікші, мен күйеуім бұзылды дегендер көп қой, қатыным бұзылды дегендер. Сол бұзылып кетсе де сіз өмірге бір атақты ұрпақ тәрбиелесеңіз, сіз және де ең табысқа жеткен адам. Күйеуіңіз екеуіңіздің махаббатыңыз атақты, ешкімге жамандық қылмаған осындай адамсыздар. Әмәлиятта сіз бір жарамсыз бір нашар ұрпақты алып келсеңіз, сіздің өміріңіз және де табысқа жеткен өмір емес. Мен сөйтіп ойлаймын. Неге десеңіз, ұрпақты сөзсіз атақты тәрбиелейтін дайындығыңыз болған кезде керемет тәрбиелеу керек. Соған дойында да андай нәрселер біздің балалар кейде телефондарыңыз бәріңіздің сондай шығар, оқшаш балалар алып көреді. Менің екі телефоным саудаға тошып бермеймін мен. Сол кездерде ана нәрселердің ықпалы жақсы емес. Ойбай Ерсай деп қайда барсаң мақтап жатады, даттап жатады, сонда осындай сүйісіп құшақтаса әлем екенде деп балаларда осындай назар бола ма болмай ма. Соған ол ешкіміміздегі оны жаман деп мынандай демедік қой, енді қылығына айтып қалдық оны. Ол қасарысып біреумен біреу, ойбай, бізге әрбірден кейін кім таппаған ақша, кім істемеген сауда, 145-тен қимыл қылып берген жібек лоқаба, қалқым мынау неше түрлі реңдерін жаңа көрсеттім. Міне мыналарды да сондай бағада қылып бердім, міне көріңіздер.